Сәлем, менің есімім Айдос. Бүгін біз функцияны үйренеміз. Функция дегеніміз не? Функция дегеніміз C++ бағдарламасында бір нақты жұмысты орындайтын код болуы. Яғни біз әрекетті қайта-қайта жазып отырмас үшін оны бір рет функцияға салып қоямыз да қажет кезде шақырамыз. Функция шақырылған кезде оған белгілі бір мәндер берілуі мүмкін. Ол сол мәндермен жұмыс істейді, ал егер керек болса, нәтижені қайтарады. Функция қолданудың басты мақсаты кодты ықшамдау. Бізде Hello World коды 5 рет жазылған. Осы кодты қайта-қайта жазылған кодты қысқарту үшін біз функция қолданамыз. Функцияда осы қайталанылған кодты қоямыз, және осы функцияны біз 5 рет шақырамыз. Яғни осылай арқылы біз код санын қысқарттық, және қайталанған кодты біз функция арқылы қолдандық. C++ тілінде бізде дайын функциялар бар. Ол дайын функциялар бізге программистер жазып берілген, сол дайын функцияларды біз қолдана аламыз. Ол функцияларды көптеген жағдайда олимпиадалық программированиеде қолданады. Мысалы, бізге екі сан берілген, сол екі санның үлкенін табу үшін біз max функциясын қолданамыз. Мысалы, осы жерде бізде 2 және 3 санының ең үлкенін табады. Келесі бізде min функциясы. Ол функция бізде 2 сан берілген, сол 2 санның қайсысы кіші екенін табады. Бұл жерде бізде -20 саны кішкентай. Келесі бізде abs функциясы. abs ол санның модулін табады. Мына жерде бізде 10 сан берілген, -10 санын модулін табады, 10 саны болады. Келесі бізде toString функциясы. Ол функция белгілі бір мәнді стрингке айналдырады. Мысалы, бізде біздің жағдайымызда санды, яғни int'ті, 10 деген int'ті string түріне аударылады. toString функциясы бізде int'тан string'қа ғана айналдырмайды, ол double'дан және double, float типтарды string түріне аударылады. Мысалы, бізде double типтан string'қа тоже аударылады. Бұл жағдайда бізде 12.0 double саны берілген, ол санды string түріне аударылады. Келесі, керісінше, яғни бізде string берілген, соны int'қа айналдырғымыз келеді. Оның үшін stoy функциясын қолданамыз. Мысалы, бізге stoy функциясы бізге 12 саны берілсе, бұл жерде 12 санын int түріне аударады. 12 string'ін int түріне аударады. Келесі бізде дәл осылай, бізде үлкенірек тип данлық бар. Ол long string'ті біз long айналдырғымыз келсе, stol деген функцияны қолданамыз. Яғни бізде long stol деген функциямыз. Бұл жерде 123 string'ін бізде long түріне аударады. Келесі бізде sqrt, ол бізге сан берілген, сол санның түбірін табады. Біздің жағдайымызда бізде 100 саны берілген, 100 санның түбірін табады, яғни жауабы бізде 10 болады. Қолданушы жазатын функциялар C++ тілінде
қолданушы, программист өзі функцияларын жаза алады. Жазу үшін ол жерде қайтару типі, атауы және параметрлер беріледі. Біздің жағдайымызда біз екі санның қосындысы деген функция жазамыз. Сум а плюс б. Шақырған кезде стандартты функцияларды қалай шақырамыз? Дәл солай өзіміздің функциямызды шақырамыз. Біздің жағдайымызда 2 және 3 санның қосындысын есептеп жатыр. Функцияның жазылу құрылымы. Кез келген функция бірнеше бөліктен тұрады. Бірінші қайтару типі. Бұл функция қандай типтегі мән қайтаратынын көрсетеді. Егер ештеңе қайтармаса, void деп жазылады. Екіншісі функция атауы. Ол функцияның не істейтінін білдіру керек. Функция атауында бірнеше ережелер бар. Функция атауында бос орын болмау керек. Функция атауы санмен басталмайды. Функция атауы тек әріп, сан және андерскор қолдануға болады. C++ тіл сөздерін, кейвордтарын қолданылмайды. Үшіншісі ол параметрлер. Бұл функцияға берілетін мәндер. Төртіншісі функцияның денесі. Барлық есептеу осы жерде орындалады. Егер функция мән қайтаратын болса, return арқылы нәтиже беріледі. Функция жазған кезде оның қандай тип қайтаратыны болады. Сосын оның атауы болады. Және осы функцияда параметрлер болады. Бірнеше мәндер қабылдай алады. Параметр 0 мәнде қабылдауы мүмкін. Және осы жерде функцияның коды жазылады. Және ең соңында бізде return шақырылады. Return осының қандай функцияның қандай мән қайтаратыны. Енді бізде return деген бірнеше рет кездесуі мүмкін. Return деген егер сөз кездессе, онда функция сразу бірден тоқтайды. Жұмыс жасауын бірден тоқтайды. Яғни, мына жерде 3 десек, онда бірінші а мен return а көбейтілген б қайтарылады, и функция бірден тоқтайды. Ал return 3 деген бізде орындалмайды. Өйткені мынау return деген бірінші орындалып қойды. Функция атауында пробел болмау керек. Яғни мынандай несі бос орын болса, онда ошибка шығарады. То есть атауында пробел болмау керек. Және функция айнымалыға қалай қоямыз, дәл солай болады. То есть ол жерде саннан басталмау керек. Функцияда әріптер, сандар және андерскор қолдана аламыз. Басқа символдар қолдануға болмайды. Параметрлер бірнеше болуы мүмкін. Енді функцияның денесі, мысалы бізде 3 переменный болса, 4 бұрыш болса, онда екеуінің көбейтіндісі, яғни үшінші параметр бізде true болса, онда біз екеуінің көбейтіндісін қайтарамыз. Ал егер де үшінші параметр бізде false болса, онда біз осы екеуінің көбейтіндісі бөлінген 2-ні қайтарамыз. Осы жерде бізде мынау функцияның денесі деп аталады. Ол осы жерде біз кодтың логикасын қоямыз. Ал return осы функцияны тоқтатады және осы функцияның мәнін қайтарады. Қайтару типтері. Функциялар мән қайтаратын және мән қайтармайтын болып бөлінеді. Мән қайтаратын функция return арқылы нәтиже береді. Void функциялар тек әрекет орындайды, бірақ ешқандай мән қайтармайды. Біздің мысалымызда void функциясы көрсетілген. Функцияны шақыру. Функцияны қолдану үшін оны шақыру керек. Функция атауы жазылады, жақша ішінде аргументтер беріледі. Функция орындалады, ал егер return болса, нәтиже қайтадан шақырған жерге беріледі. Енді осы функцияны шақыру үшін біз айнымалыны істейміз, функцияның атауын жазамыз, және осы функцияға берілетін параметрлер, осы аргументтерді береміз. Аргумент деп осы функцияға берілетін параметрлер. 2, 3 және false.
3 және 15 шығады. Бізде array деп функцияны шақырғанда, бізде a айнымалысы, бізде аргументі бізде 2-ге тең болады. Және b дегеніміз келесі параметр ол бізде 3-ге тең болады. Және c дегеніміз бізде false жіберіледі, ол бізде s-іміз бізде false болады. Келесі функция шақырылған кезде a-мыз бізде 30-ға тең болады, b бізде 20-ге тең болады, және s бізде true'ға тең болады. То есть параметрлер ретімен өзінің мәнін қабылдайды. Бағдарламалау тілінде айнымалының 2 түрі бар. Ол бізде local және global айнымалылар. Local дегеніміз белгілі бір жерде ғана көрінетін айнымалылар, ал global бүкіл жерде көрінетін айнымалылар. Мысалы, біз бір айнымалыны құрдық, 5, және осы функцияның ішінде егерде біз айнымалы көрсек, x6 деп. Және мына жақта функцияны шақырдық, және x деп шығарсақ, онда бізде x-ті құрдық, бұл бізде global айнымалы, және f-тің ішінде ол бізде local айнымалы, яғни 2 айнымалы бір-бірінен бөлек. X тең 6 деп жасағанда, осы local айнымалыны өзгертеді. Енді шақырсақ, бізде x деген басқа айнымал, осы жерде 6-ға тең болды. Және мына жерде x деп шығарсақ, біздің мәні 5-ге тең болады. Егерде біз осы жерде int'ті алып тастасақ, онда бізде мынау x-іміз global айнымалының мәні болады. Яғни біз f-ті шақырып, x-ті шығарсақ, x-тің мәні 6-ға тең болады. Яғни global айнымалы бүкіл жерде көрінеді, ал local айнымалы тек қана белгілі бір бөлікте ғана көрінеді. Функцияға параметрді, аргументті жібергенде бізде 3 түрлі түрі бар. Бірінші, бізде айнымалы құрдық. Осы функцияға x деген айнымалыны жібердік. Және осы функциямыз қабылдағанда x деген мәнді, ол осы жерде x-қа +1 қосты. Енді value арқылы жіберу, яғни x-ті жіберген кезде, мына жақта x қабылдағанда функция, ол осы x деген мәнді көшіріп алады. Яғни мынау x деген айнымалы мен мынау x екеуі 2 түрлі айнымалы. Яғни мына жерде +1 қосқанмен 6 болды. Ол local айнымалымен бірдей. Яғни мына жерде 6 болды, функция бітті, и ол осы x деген айнымалымыз жойылып кетті. Егер мәнін шақырсақ, бізде 5 деген мәні болады. Келесі бізде референс арқылы, яғни біз осы x деген 5, и біз осы айнымалыны мына жаққа жібергіміз келеді. Онда оны жіберу үшін референс арқылы жасаймыз. Референс дегеніміз n деген символ, осыны қоямыз. Яғни мына жақтағы x деген переменныйымыз, айнымалымыз осы функцияның ішіне өзі жіберіледі. Яғни x өзгерсе, мына жақтағы x өзгереді. Егер запуск жасасақ, ол бізде 6-ға өзгерді. +1 қосты, 6-ға өзгерді. Енді бізде үшінші түрі бар, ол pointer деп аталады. То есть, яғни pointer дегеніміз, ол айнымалының қай жерде жазылып тұрғаны. Reference дегеніміз айнымалының өзі болса, ал pointer ол айнымалының адресі, қай жерде жазылғаны. Адресті алу үшін n деген қоямыз, адрес жібереміз. Енді мына жерде бізде адрестің мәнін алу керек, және pointerдің мәнін алу керек, және оған +1 қосу керек. +1 қостық. Егерде мына жақта x-ті шығарсақ, онда ол pointer арқылы x-ті жіберді. Сол адресте жазылып тұрған мәнге +1 қосты. Егер x-ті шығарсақ, онда бізде мәні өзгерді. Осыған дейін айтылғандай, бізде функция int main'нан бұрын тұру керек. Өйткені егерде біз int main'нан кейін жазсақ, онда ол функцияны көрмейді. Яғни 2 санның қосындысы деген функция жазсақ,
және осы функцияны шақырса, онда бізде сосын осының мәнін шығарады. Онда бізде бұл функцияны көрмейді. Яғни компиляция жасалған кезде жоғарыдан төменге қарай компиляция жасайды. Және сум дегеннің не екенін C++ түсінбейді. Сондықтан егер запуск жасасақ, бізде compilation error шықты, өйткені sum дегеннің не екенін түсінбейді. Сондай жағдай үшін бізде прототип қолданады. Яғни біз функцияның кодын жазбай, логикасын, функцияның денесін жазбай, тек оны мәнін ғана құрып қоямыз. Яғни біз дәл осы функцияны аламыз. Сосын осы жерде қанша айнымалылар атауын көрсетсек болады, басқа названиямен де көрсетсек болады. Сосын нүктелі өтір қоямыз. Бұл дегеніміз прототип деп аталады. Яғни осы функцияны біз кейін жазамыз дегенді білдіреді. Қай жағдайда қолданылады? Егер де біз функцияны бірнеше бөліктерге бөліп, ал бізде кодта қолданатын кезде ол функция көріну үшін осылай прототипті қолдануға болады. Header файлдарда, яғни .h файлдарда функцияның прототипін жазып қойып, сосын басқа бір header файлда сол функцияның кодын жазсақ болады. Сонда компиляция жасаған кезде бізде header файлда осыны көреді, header файлдан функцияның кодын алады. Егер осыны запуск жасасақ, біздің кодымыз орындалады. Не үшін қолданылады? Int main'нан кейін жазу үшін, немесе басқа бір функцияның ішінде функция көрінбей қалса, қолдана алу үшін. Бізде бір атаумен бірнеше функция болуы мүмкін. Ол функциялар параметрлерімен ғана ерекшеленеді. Бұндай функцияларды overloading деп аталады. Яғни атаулары бірдей, бірақ параметрлері әртүрлі. Double үш санның қосындысы деген функция болсын, параметрлері мысалы double int болсын. Онда осы функция, егер үш сан берілсе, онда екінші функция шақырылады. Екінші сан деген, ал егер де екі сан берілсе, онда бірінші функция шақырылады. Сан 2, 3 десек, онда бірінші функция шақырылады. Ал егер де 3 параметр берілсек, 3 аргумент берілсек, онда екінші функция шақырылады. Енді бұл overloading бір атаумен бірнеше функция шақырылған кезде, егер де дәл осыны шақырсақ, параметрлерінің саны бірдей, екіншіде double қолданып тұр, ал үшіншіде int қолданып тұр. Яғни мына жерде бізде 2.0 десек, онда бұл функция екіншіні шақырылады, ал мынау үшіншіні шақырылады. Сумма көбейтілген 2 десек, 3 int болса, онда үшінші функция шақырылады, ал егер де біріншісі double болса, онда екінші сан деген функция шақырылады. Функция берілген. Функцияда, мысалы бізде 3 айнымалының қосындысы. Енді бізде 2 айнымалы ғана берілген болуы мүмкін, немесе 1 айнымалы ғана берілген болуы мүмкін. Сол кезекте бізде барлығының қосындысын шығару керек. Егер де біз осы кодты запуск жасасақ, бізде айтады, бір ғана аргументтен тұр, ал біздің функциямыз 3 түрлі параметрмен. Енді осы жерде бізде b мен c 0 болғанын қалаймыз. Осы жерде оған дефолт мәндерін беруге болады. Яғни оған мән берілмесе, қандай мән қабылдау керек? Мысалы, мына жерге 0, ал c-ға -100. Яғни үшеуін қосқан кезде, егер a-ға мән берілсе, a-ның мәнін алады, b-ға мән берілмесе, ол 0 болады, c-ға мән берілмесе, ол -100 болады. Қосындысы. Енді бұл жағдайда дефолт мәндер оң жағындағы барлық параметрдің, белгілі бір параметрден бастап, оң жағындағылардың барлығына дефолт мәндер берілу керек. Яғни біз a-ға мысалы дефолт мәндерін дефолт 0 беріп,
ал b-ға дефолт мән бермей қоя алмаймыз. Ол кезде b-ның егер де бір мән берсе, қайсыға мән берілгенін түсінбей қалады. Ол a-ға берілді ма, или b-ға берілді ма. Сондықтан компиляция жасасақ, онда бізде compilation error шығады, яғни ошибка шығады. Осы жерден бізде только оң жағындағы мәндерге ғана. Мына жерде бізде c-ны мысалы -100 деп қоюға болады, өйткені оң жағындағы мәндерге ғана беруге болады. Мына жерде бізде 2-де мән жоқ, b-да мән жоқ, мысалы 100 қойдық. Онда бізде c-ның мәні -100, егер ол берілмесе. Ең көп кездесетін қателік ол функция берілсе, осы функцияның return жазуды ұмытып кету. Яғни функцияда бізде return болмаса, онда компилятордың қай версиясына байланысты кейде return жазылмай кетсе, runtime error болуы мүмкін, немесе compilation error болуы мүмкін, ешқандай ошибка шығарылмай, программа wrong answer алуы мүмкін. Яғни бізде return жазылмай кетсе, бірнеше түрлі қате шығуы мүмкін. Яғни біздің мынау компьютерде бізде runtime error ешқандай шықпады. Бұл жерде бұл программа wrong answer алды.